Саламатсың ба? Бүгін біз қазақ әдебиеті сабағында Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» шығармасымен танысамыз. Сабақтың мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану. Бұл сабақта сенің әңгіме мазмұнын білетінің, әңгіме кейіпкерлерінің портретін, сипаттамаларын тура және жанама мінездемелерді салыстырып айта алатыныңды бағаланады. Сайын Мұратбеков 1936 жылы 15 қазанда бұрынғы Алматы облысы, қазіргі Талдықорған өңірінің Қапал ауданы Қоңыр ауылында дүниеге келді. 1971 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы Әдебиет институты жанындағы жоғарғы курсты тәмамдайды. Одан кейін орта мектепті бітіріп, туған ауылында жұмыс істейді, мұғалім болады. Ал енді шығармалары. Жазушының алғашқы әңгімесі 1954 жылы жарияланады. Менің қарындасым, ауыл оты, жабайы алма, дос іздеп жүрмін, кәмен тоғай, жусан иісі, тағы басқа шығармалары халық арасында кеңінен тараған. Енді біз сенімен шығармадан берілген үзіндіні тыңдайық және соған байланысты тапсырмалар орындаймыз. Жусан иісі. Алыста қалған балалық шағым. Ойымнан жарғақ сары тоны қаудырлаған, тобылтайған сол аяғын сүйрете жүгіретін, шілбиген арық ақсақ қара бала бір кетпейді. Көзімді сәл жұмсамақ, шуылдаған балалардың ең соңында сол аяғын жер сыпырғандай көлденең сүйретіп, ес қалмай далбақтай жүгіріп келе жатқан аянды көргендей болам. Сондайда оның алқына шыққан әлсіз, жіңішке дауыспен, «Ей, тоқтаңдаршы, мен сендерге бүгін кешегіден де қызық ертегі айтамын» деген жалынышты үнін естимін. Әуелде біз балалар оның ертегі айтатынын білгеніміз жоқ. Ол әжесі екеуі біздің ауылға 42 жылдың жазында көшіп келген. Мал дегеннен тек бұзаулы қоңыр сиыры бар еді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болыпты. Біздің ауылда әжесінің жамағайын төркіндері бар екен. Соларды сағалап келсе керек. Біз балалар көшеде 2-ге жарылып ап, қағазға топырақ орап, бұрқылдата лақтырып, атысып ойнап жүргенбіз. Ары өтіп, бері өткен кемпір шал, желкен қиылғырлар-ай, соғыс аздай бұл атысып ойнады дегенді қайдан шығарды осылар? Басқа ойын аз бе деп ұрсып қуып тастайды. Бірақ олар кетісімен қайта жиналамыз. Қайта атысамыз. Желсіз тымырсық күнде бұрқылдаған май топырақ томанша қалқып, шаңытып тұрып алады. Жуық арада сейіле қоймайды. Соның арасына тұншыға жүріп, көзіміз ғана жылтырап, бір-бірімізге оралап ұмтыламыз. Ойынның осындай бір қызу шағында біздің атаман Садық кіл тоқтай қап, «Ей, анау кім ей?» деген. Бәріміз сол нұсқаған жаққа қарадық. Анадай жерде шолақ жең ақ жейде, тізеден жоғары қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтаздай таза бір бала тұр екен. Біз қараған кезде ол өзінше әлдеқандай боп кейкиіп, 2 қолын қалтасына сап, шіреніп қойды. Ойынды тастай сала бәріміз бірдей топырлай жүгіріп, әлгінің қасына келдік. Адам көрмегендей бір-бірімізді кимелеп, қоршалай тұра қалдық. Үстіміздегі киімнің кімдікі қара, кімдікі ақ екенін біліп болмайды. Баттасқан шаң топырақ. Шетімізден ит талағандай алым-жұлым, алқа-салқамыз. Бұл кім ей? Қайдан келген ей деп, біріміз түртпектей береміз. Өзіне бастан аяқ шұқшия қарап шықтық. Ол да сынағандай әрқайсымызды бір-бір шолып өтті. Біздің ұсқынсыз түрімізге көңілі толмаған сияқты. Шолақтан оны тыржитып қойды. Қоңырқай жүзі тершіп, маңдайындағы біркелкі етіп қиылған кекіл шашын үрлеп тұрды.
Кекіліміз жоқ бізге, оның сол қылығының өзі кереметтей сүйкімді көрініп қызға қарадық. Кекілін қарай өзінің, жаман әліне қарамай деп қағытып өтті Есікбай. Біз күлкіміз келмесе де, оның сөзіне қошамет білдіріп, сықаптай күлдік. Жаңа келген бала қызараңдап, теріс айналып кетті. Мен білдім, деді Садық мақтана дауыстап. Онан соң әлгі баланың алдына орай өтіп, ей бала, сендер кеше көшіп келдіңдер ғой, қоңыр сиырларың бар ғой, деді. Иә, деді томсырап тұрған бала оның сөзіне күлімсіреп, қоңыр сиырымыз бар. Атың кім? Аян. Біз бәріміз тез ұмытып қалмайық дегенде аян деп күбірлесе қайталап қойдық. Жүр, жолдас боламыз, деді Садық оның аппақ білегінен қап-қара қолымен ұстай алып. Аян оның қолына қарады да, қызараңдап тұрып, ақырындап білегін босатты. Сендер жақ суық екен, суға түспей қалай шыдайсыңдар, деді. Түсеміз, анау арада тоспа бар, жүр түсейік. Суық деп Садық ауылдың жоғарғы жағындағы шұңқыр тоспаны жерге сыйғызбай мақтай жөнелді. Аян бізге қосып солай қарай жүрді. Ауылға жаңа бір баланың келуі біз үшін нағыз мереке болатын. Әрқайсымыз оның көзіне түсіп қалуға тырысушы едік. Сондықтан бірімізден біріміз артық көрінбек боп, деп мақтанатынбыз. Мен судың астында 60-қа дейін санап жата аламын деп бөсті Садық. Менің де мынандай ақ көйлегім бар. Үлкен сандықта жатыр. Апам кигізбейді, деді көп үндемейтін Қосым Тырнауықта. Қосым төбелеске де ылғи баж етіп деп бетті тырнайтын. Сондықтан Тырнауық дейтін біз. Өзен көп балалар қорқатын. Оған тек Есікбай ғана тек келуші еді. Қазірде ол, ой кетші әрі, Тырнауық мысық. Сенің үйіңде алтын барын да білеміз деп, ентелеп келе жатқан Қосымды көкірегінен итеріп жіберді. Есікбай сидаң бойлы, қолайға қара қайыстай қатқан ұзын. Жүгіргенде алдына жан салмайтын, өзі төбелес қор, сотқар бала еді. Кейде қараптан қарап келе жатып, әркімге бір ұрынатын жаман әдеті бар. Әлі жеткенді аяқтан шалып қап, болмаса басынан тоқай алып жылатып жіберетін. Қазірде ол Аянның алдында қыр көрсеткісі кеп, тырнағың қайсей, мысық деп, Қосымды аяғынан шалып қалды. Қосым жалп етіп ұшып түсті де, терісі сыдырылған тізесін ұстаған күйі көзі жасаурап қайта тұрды. Біраз жүргеннен кейін Есікбай оның басынан түйе тоқай ала бастады. Жылап жіберген Қосым тырнамақ боп ыза қорлана ұмтылған. Есікбай оны ұзын қолмен тұмсықтата салып жіберді. Қосымның мұрнынан қан дірдектеп, бақырып үйіне кетті. Сол күні біз суға түсіп, күнге қақталып кешке дейін тоспа басында ойнадық. Аян бұрыннан таныс адамдай етене боп кетті. Ол өте ақ көңіл, ақылды бала екен. Адамды іш тартып тұратын жайдары жүзі, не десеңде тез көне кететін жұмсақ мінезі бізді бірден үйіріп әкетті. Ең жақсы қасиеті ешкіммен төбелесіп сөзге келмейтіндік еді. Енді саған тапсырма. Бірінші, тыңдаған үзіндіде қандай оқиға сөз болады. Екінші, кейіпкерлердің іс-әрекетін суреттеу және баяндау.